Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай, баптарыңыз қалай? Шаруашылық каналының көрермендері және жаңадан келе жатқан көрермендер, жалпы қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге бір сол видео түсіріп кетейін деп, жаңа үйдің тірліктерін бітіріп, қолым босағаннан сразу камераны алып сіздерге видео түсіріп кетейін деп, арнада бір айдан асты, видео шықпай кетті. Енді бүгін сол қол тие салысымен сразу видео түсіріп, және кеше күннен бастап біз каникулға шыққан болатынбыз. Сол енді қолым босады, арнада ровно бір ай видео шықпапты. Енді бүгіннен бастап сіздерге контент жасап видео түсіретін болам. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін сіздерге болайын деп жатқан және де болған осы бір айдың ішінде өзгерістерді айтам. Сосын кейін бәрілеріңіз жаңа жылдарыңызбен 2023 жылға келіп жеткен жыл бәрілеріңізге табыс алып келсін, жақсылық келсін, жалпы бақыт алып келсін. Сол кеше дейтін бізде түнгі жақын қар жауып бастаған. Көріп тұрғандарыңыз даланың бәрі қар. Не әппақ болып тұр. Енді тауықтарымызға барсақ. Так, мына жақта дейтін, в общем, бәрі сол қалпы. Ешқандай өзгеріс болмаған. Бәрі нормально. Мына жақта. Так, мына жерде бір ғана өзгеріс. Мына жерде сол соңғы кезде видео шыққан кезде кірпіш құлаққан болатын. Сол алайын деп едім, алынбайды екен. Себебі суық не, в общем, қатқаған ғой, соны алынбайды. Так, бұл жақта қазір менде нәбір қорада, свет жағылып тұрған қорада 3 ағаш шешім тұр. Так, енді основной қораға қазір барамыз. Сол жаңа жылы суларын беріп, қантпен. Сосын кейін капсулаларын беріп қойып қойған болатын. Вот. Қазір так, міне менің тауықтарым. Қалай жалпы өсіп қаппа, комментарийға жазып жіберіңіздер. Мына жерде китайский шелковыйдан, оказывается, 2 әтеш екен. 2 әтеш, 2 тауық екен. Так, оны біреусі, в общем, өліп қалған. Бір сіздерге видео салып едім ғой, балапанды қалай емдесе болады дегенде. Сол видеода китайский балапан ауырып қалған болатын. Мынандай балапан. Ол қазір, баяғыда сол кезде бір аптадан кейін өліп қалды. Бәрін жасадым мен, жалпы. Оның өзінде де өліп қалды. Так, мына жақта, в общем, сол баяғындай өзгеріс жоқ. Мына жерде жаңа 2 чека суын қойып қойдым. Капсулаларын бердім. Жалпы қарындар тоқ қазір данный момент. Мына жерде кешенің алдында қораны тазартқан болатын. В общем, боқтан шығарып, жаңадан опилка, бір мешок опилка салған болатын. Осы жаққа 50 килограммдық бір мешок опилка. Уже мне бір жарым аптаның ішінде кіріліп жатады. Мына жақта көріп тұрғандарыңыздай, мынау бізде қонақтайтын несі ар жағында тұрған, олар бері қарай жылжытып, мына жаққа ұя алып келген болатын. Бұл ұя, естеріңізде болса, мен жазда күрік тауықтарым осының ішіне жатқан, мына жақта сеткамен болған. Осы күрік тауықтарым балапандармен жатқан. Осы жақтарда. Так, енді бұның ішінде свежий опилка сақ болған болатын. Жалпы, бірақ әлі жұмыртқа туған жоқ. Так, сосын кейін оның алдында мына бір стакан күрік болған болатын. Астында 5 жұмыртқа болды. В общем, 3 балапан шығарды. Ол 3 балапан 3-еуі де өліп қалды. Комментарияда бір ләззат деген кісі жазған еді, өліп қалады деп. Соны көрейін дедім, мен де чисто эксперимент қылып. Өле ме, өлмей ме? Өйткені ол кезде кішкене күн жылы болып тұрды ғой. Оның өзінде де өліп қалды. Қазір данный момент мына тауық және де ана ақ тауық аптасына 1-2 рет, 3 рет жұмыртқа туып қояды анда-санда. Енді осы бір алдыңғы аптада, осы каникулдарда сіздерге контент жасап, видео көп шығаратын болам. Разный контентте қалай не істеу керек. Сол себептен өзіңізде сұрақтарыңыз болса, комментарийдің астына жазып кетсеңіздер болады. Бүкіл сұраққа әртүрлі видео жасап шығаратын болам. Және мына жақтан былайынан бір бөліп, және астынан бір бөліп, астына адлер, үстіне китайский жіберейін деп отқан ойым бар. Сол жайлы өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер деп едім. Вот.
міне мына жерде үстінде китайский болады, мына жақта астында адлер болады. Вот сол сөйтіп жасайын деп жатырмын, ағаштап кәдімгі четко қылып. Енді бүкіл жаңалықтар осы. Сол алдында әлі видеолар шығатын болады, қызықты. Және де тағы да бір сіздерге жаңалығым бар. Ол жаңалық жайлы, наверное, ертең таңертең түсіретін боламын видео. Сау саламатта жүргенше ауырмаңыздар. Келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен тағы да сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.